Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осы магазиндегіде алып жүрген әп-әдемі 3 бұрышты пирожки пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен қамырымызды ашытуға жібереміз. Бірінші сүтімізді, ерітілген сары майымызды, сүт жылы болу керек. Одан кейін қантымызды, дрожжамызды салып, кішкене араластырып, бетін жауып қоямыз 10-15 минутқа. Уақыт өткеннен кейін осындай болып көпіріп шығады. Одан кейін тұзымызды себеміз, жұмыртқамызды жарамыз. Одан кейін еректен ұнымызды өткізіп алып, міндетті түрде еректен ұнды өткізіңіздер. Сол кезде қамырыңыз өте жұмсақ және ұнтақсыз болып шығады. Басында қолыңыз ластанбау үшін вилкамен араластырып алып, одан кейін қолыңыздың көмегімен қамырды жұмсақ қылып илейтін боламыз. Қыздар, тек мөлшермен салыңыз, ұнды барлық ұнды салып жіберсеңіздер, қамырыңыз көтерілмей қалады және қатты болып қалады. Қыздар, қамыры сәл-пәл қойға жабыса ештеңе етпейді, кішкене май қосып жіберсеңіздер болады. Енді начинкасы мен пиязды осылай жақсылап қызартып қуырып алдым. Кеше тамақтан пюрем қалып қойған еді, сол пюрені үстіне осы пиязымды қойдым да, үстіне сәл бұрыш сеуіп жібердім. Міне қамырымыз 1-1,5 сағаттан кейін осылай жылы жерде жақсылап көтерілді. Енді осылай қамырды қолмен үзіп шықтым. Барлығы бірдей болған жақсы, немесе весімен өлшеп алсаңыздар да болады. Міне осылай қамырымызды дайындап қойдық. Енді пока бетін жаба тұрамыз, а то қамырымыз қатып қалатын болады. Біреуін алып билеп бастадым. Қамырымыз қатты жұқа да, қатты қалың да қылмай, орташа көлемде жайып аласың боласыздар. Начинкамызды 1-2 қасықтан саламыз. Енді самса сияқты осылай видеодағыдай түйіп шығасыздар. Міндетті түрде қатты қысыңыздар, қыздар. Үстін басып, жан-жақтарын осылай реттеп, видеодағыдай әдемі 3 бұрышты формаға келтіресіздер. Енді пирожкидің бетіне бір жұмыртқаны өстіп жарып шығамыз. Қыздар, басқа қамыр илеп жатқан кезде міндетті түрде сүлгімен бетін жауып қойыңыздар пирожкилеріңіздің. Сол кезде олар жақсылап көтерілетін болады. Айтпақшы, айта кетейін, мен бағана 3 бұрышты қылып илеген едім ғой формасын. Мен кішкене осылай сопақтау қылып иледім, себебі деген осы басы үшкір болғаннан кейін қатты болып қалып жатыр. Сол үшін осылай жан-жақтарын сопақ қылып жібердім. Осы видеодағыдай мен өзгерттім. Барлық 3 бұрыштарын кішкене сопақтау қылып басын бұрып жібердім ішіне қарай. Сол кезде өте жұмсақ болып піседі. Енді бетіне жұмыртқа жағып шықтым. Бетіне кунжут болсын, тмин болсын, мак болсын сеуіп жіберсеңіздер болады. Қыздар, алдын ала духовканы қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешке салыңыздар. 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Ас болсын.